Қуып жаза бермеңдерші. Қызы бар жігіттердің түрлері. Жеге бір өзіміз болып бір киноға барып қайту керек не жиналып, натуре барайықшы. Онда былай жасайық, мен қазір қызыма звондаймын, подругаларын алып шықсын, барайық киноға. Жігіттер бір өзіміз болып шығып қайту керек, қалаға демалып ары бері жүріп қайтшы. Шака, жүрсінші кеттік. Жеге мен жұмыстарым көп бүгін, ренжімен кеш, қолым тимейді. Что там, Шака, шығып қайтамыз да қалаға? Жоқ. Что там, Шака, қалаға шығып қайтамыз да, брат? Қазір тұратын бір кісіге звондалайын, не? Алло, Жан, қалаға шығып қайтайыншы, пожалуйста, Жан. Жан болды идет. Ренжімен кеш, Жеге, үйге қонақтар келіп қаппын, бара берейін. Жігіттер өзіміз болып бір шығып қайту керек, қалаға демалып. Давай. Сен қызың жібере ма? Мозги не итермесіне, смело ғой кетіп жүнді. Ойбай, мыналары қайтет. Алматыда 50 мыңға шешінді. Канелада Головкинім жеңілді. Шеңгелді де слушаттың мейлі. Зияны жоқ жігіттеріміз дейді. Биылды қадым жоқ дейді. Вайнерлерді көре алмайсың мейлі. Мына жігіт жібереді биді. Ал мына қыз таба алмай жүрейін. Ал комментарий жазатындар қайда? Жан, сен маған алдында шетелге шығамыз деп сөз беріп едің ғой. Мен авиасалықтан арзан билеттер көріп тұрмын. Давай Дубайға барайық. Дубайға дейсің ба? Алдында мақсат барып қайтты ғой. Не ішті, не істеді, бәрін историясын тауып отыр Инстаграмда бар ғой. Тым қызық емес. Бармаймын мен. Жан, ендеше Египетке барайықшы. Египетке маған баруға болмайды. Күн ыстық ол жақта. Мен мұрныма қанағат күнге шыдамаймын мен. Маған болмайды мұнда жүруге. Жарайды, Жан. Таиландқа барайықшы ендеше. Аяқ астынан жағымыздан кетпеш, Таиландқа баруға болмайды ғой. Ол жақта қандай адамдар жүретін білсің ба? Опасно ол жақта. Давай, Жан, ендеше Парижге. Париж! О! Париж дұрыс айттың. Эйфель башының жанына барып көріп кетсі. Бар, бер демалмаймыз ба? Дайынсың ба? Что там, Жан, Париж жинап ма? Не болды сен, ары кетсе бір 20 метр кішкентай шығар, нормально ғой Париж сияқты. Чтобы полюбить тебя сильней. Ты мне не важен, город Алмата или Семей. Я разлюбился. Comic Crime Underground. Я 2 на 2 рекордсе. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось. Всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, лепнина. И люди спинами кверху, ну как дельфины в вечном плавании. За деяния злые, там не принято считать дни, считать годы. И нет звонка второго вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие, у которых слезы все пресные.